Құрметті Садыр Нұрғожаевич, құрметті ханымдар мен мырзалар, біз Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожаевич Жапаровтың ресми сапарына айрықша мән береміз. Садыр Нұрғожаевич, өзіңізді халықтың қолдауына арқа сүйеп, елін алға бастап келе жатқан нағыз көшбасшы деп білеміз. Қырғызстанды өркендету жолында атқарып жатқан қажырлы еңбегіңізді жоғары бағалаймыз. Сіз халқыңыздың әл-ауқатын жақсартуды көздейтін маңызды бастамаларды қолға алдыңыз. Салиқалы саясатыңыздың арқасында Қырғызстанның халықаралық беделі арта түсті. Бауырлас қырғыз елі алдағы уақытта да қарқынды дамып, сіздің басшылығыңызбен биік мақсаттарға жете бере деп сенемін. Қырғызстан біздің ежелден еншісі, бір тамырлас туысымыз. Ең жақын әрі сенімді стратегиялық серіктесіміз. Қос халықтың бауырластығы өзара тиімді қарым-қатынастың алтын арқауы. Бұл іске сіз зор үлес қосып келесіз. Мен оны жоғары бағалаймын. Құрметті Садыр Нұрғожаевич, Қазақстан Қырғыз елімен стратегиялық әріптестік пен одақтастыққа негізделген ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Біз болашаққа бірге қадам басамыз. Мәңгілік достығымыз бен мызғымас бауырластығымыз жалғаса береді. Жоғары мәртебелі президент мырза, сіз халықтарымыз арасындағы өзара тиімді байланыстарды нығайтуға зор еңбек сіңірдіңіз. Мен осыны ескере отырып, сізді бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттау туралы шешім қабылдадым. Бұл ерекше құрмет пен шынайы ризашылықтың белгісі. Осы марапат екі елдің қарым-қатынасын одан әрі дамытуға ықпал етеріне сенімім мол. Қазақстан мен Қырғызстанның достығы мәңгі жалғаса берсін. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нұрғожаевич Жапаров бірінші дәрежелі достық орденімен наградталсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.